Қайырлы күн, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жалбыз бен шоколад қосылған өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге ерітілген сары май қажет. Сары майымызға қантымызды қосамыз. Және де оған бір жұмыртқамызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Жарты ас қасық ас содасын және де шым тұз салып, тағы да араластырамыз. Енді бізге мята қажет. Жалбызымызды жақсылап жуып, погружной блендермен езіп, согын осы массаға саламыз. Яғни біздің массамыздың түсі өзгереді. Електен өткізілген ұнымызды салып, міне осындай жұмсақ қамыр елеп аламыз. Осы дайын қамырымызға енді шоколад қосамыз. Кез келген шоколад қосуға болады. Менде бельгийский шоколад болды, весовой. Қазақстан шоколадында ұсақтап тұрап салсаңыздар болады. Мятаның жапырақтарын, яғни жалбызымыздың жапырақтарын осылай ірі етіп салып, бәрін араластырып алсаңыздар болады. Міне бірден осылай домалақтатып, бәрін бірте ғып, формамыздың үстіне қойып, 180 градуста ысып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің мята мен шоколад қосылған өте ерекше, тез дайын болатын печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, қол жетімді азық-түлікпен жасалады. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Көп рахмет.